Армысыздар ма, құрметті менің тұрақты көрермендер мен каналымның қонақтары. Сабақтарымызды ары қарай жалғастырамыз. Өткенде уәде бергендей, аптасына тым құрмағанда бір рет сабақ салып тұратын боламын. Бүгін кезек орыс тіліне де келіп жетті. Орыс тіліндегі сабақтарымызды ары қарай жалғастырамыз. Сонымен, өткен сабақтарда айтқанымыздай, сын есім орыс тілінде зат есімнің родына байланысты, сосын түріне байланысты, яғни санына байланысты, одан кейін падежге байланысты өзгереді. Мысалы үшін, сол жаңағы айтқанымды бір сын есімді мысалға ала отырып, тағы бір дәлелдеп кетейін. Сладкий деген сөзді аламыз да, оны әртүрлі зат есімдермен қазір қолданамыз. Әртүрлі родта тұрған бірінші зат есіміміз чай. Чай дегеніміз не? Чай какой род? Мужской род. Имен бітіп тұр, мужской род. Яғни тәтті шай деп айтқымыз келсе, сладкий чай дейміз. Сладкая чай емес, сладкий чай. Зат есім қандай окончаниемен бітіп тұрса, оның сын есімі де сондай окончаниені қабылдайды. Чай сладкий, мужской род. Келесі конфета. Конфета. Не? Кәмпит. Женский род, амен аяқталып тұр. Енді тәтті кәмпит дегіміз келсе, сладкая конфета дейміз. Өткен сабақтарда мен түсіндіргенмін. Сладкий конфета демейміз. Өйткені сладкий деген мужской родтікі. Егер окончание жоқ болса ғана, немесе и деп аяқталатын болса ғана, сладкий деген сөзді қолданамыз. Әйтпесе, женский род болғандықтан сладкая конфета болады. Келесі, яблоко. О мен аяқталып тұр. Бұл қандай род? Бұл средний род. Енді тәтті алма деп айтқымыз келсе, жаңағы сладкийді қалай түрлендіреміз? Сладкое дейміз. Өткен сабақтарда түсіндіргем. Сладкое яблоко деп жазамыз. Средний род. Ал айтқанда сладкое яблоко дейміз. Как будто сладкое яблоко деп тұрған сияқты. Бірақ ол сладкое яблоко. Средний род деген сөз. Енді алмалар деген сөзді алайық. Яблоки болады, алмалар көпше түрде. Тәтті алмалар болса, енді жаңағы сладкий деген сөзіміз қалай түрленеді? Бұлай өзгереді. Сладкие яблоки. Сладкие яблоки. Тәтті алмалар деген сөз. Жақсы, бұл түсінікті деп ойлаймын. Келесі біздің назар аударатын материалымыз сын есімнің относительные прилагательные деген түрі болады. Енді мен оны қазақшалаған жоқпын, орысшада ол осылай аталады. Относительные прилагательные. Қарапайым сөзбен айтқанда, ол заттың неден жасалғанын білдіреді. Мысалы үшін, ложка сделанная из серебра, да? Ложка из серебра. Күмістен жасалған қасық деп тұрмыз. Ал енді күміс қасық дегенді қалай айтамыз? Қасық ложка аға бітіп тұр, женский род. Яғни күміс деген сөздің окончаниесі ая болу керек. Солай емес пе? Мысалы, серебряная ложка. Күміс қасық. Келесі бізде, мысалы үшін, самолет ночью, да, немесе автобус ночью, түнде жүретін автобус, түнде жүретін самолет. Енді оны түнгі самолет, түнгі поезд, түнгі автобус десе қалай айтамыз? Ночной самолет, ночной автобус, ночной поезд деп айтамыз. Жақсы ма? Келесі, мысалы үшін, мальчик 5 лет, 5 жастағы бала. Бұны орыс тілінде, осы сөйлемде екі түрлі айтуға болады. Жаңағы мальчик 5 лет дедік, екіншісі пятилетний мальчик деп айтамыз. Пятилетний и деп бидің басын түртеміз. Сөйтіп жазамыз, айтқанда пятилетний мальчик деп айтамыз. Мысалы үшін 10 жылдық тәжірибе. 10 жылдық тәжірибе. Десятилетний опыт. Десятилетний опыт. Десятилетний и екі и жазамыз да, соңғы идің төбесін түртеміз. Десятилетний опыт. Келесі, осы относительные прилагательные өздерінің бірінші мағынасында да қолданылады, екінші ауыспалы мағынасында да қолданылады. Мысалы үшін, железная дверь. Ол неме деген сөз? Дверь, сделанная из железа. Темірден жасалған есік. Ал темір есік десек, оны қалай айтамыз? Железная дверь дейміз. Железная дверь. Бұл бірінші мағынасы. Ал оның ауыспалы мағынасы железный характер.
адамның мінезі темірден жасалып кеткен жоқ қой. Ол нені білдіреді? Мықты, қайсар, төзімді дегенді білдіру мүмкін. Не железный характер деген сөз. Характер мужской род, ырмен бітіп тұр, окончание жоқ, мужской род. Сондықтан да железный характер дедік. Келесі, железное здоровье. Здоров, мягкий знак деп жазамыз. Бұл қандай род? Средний род. Ал железное здоровье деген сөз темірдей мықты денсаулық деген сөз. Мықты денсаулық деген сөз железное здоровье. Келесі осы тақырыпқа мысал осенний дождь. Дождь мягкий знакпен аяқталатын мужской род. Өткен сабақтарда айтқанмын. Осенний дождь деген емес, күзгі жаңбыр. Күзгі жаңбыр. Осенний бұл бірінші мағынасы, ал оның ауыспалы мағынасы осеннее настроение. Осеннее, екі н, екі е жазамыз. Осеннее настроение. Өйткені настроение көңіл күй средний родта тұр. Сондықтан да осеннее настроение болды. Осеннее настроение, немесе осенняя настроение демейміз. Осеннее настроение бұл күзге байланысты жаңаған көңіл күй дегенді білдірмейді ғой. Ол көңілі пәс, мұңайған адам дегенді білдіреді. Осеннее настроение. Жақсы. Арғарай. Осылармен қатар сын есім тағда чей деген сұраққа жауап береді. Кімдікі деген мысал үшін. Мамамның шелпегі, әжемнің бешбармағы дегендегі, әкемнің машинасы дегендегі кімнің чей, чия, чио, чи деген сұрақтарға жауап береді. Мысал үшін, бабушкин торт. Бабушкин торт. Әжемнің торты. Бұндай жерде біз ин, ын, ов, эв деген жұрнақтарды қолданамыз. Жаңа бабушкин дедік, торт дедік. Келесі, крокодиловые слезы. Крокодилдің көз жасы. Крокодиловые слезы. Слезы деген көпше түрде тұр, сондықтан да крокодиловые болады. Крокодилдің көз жасы деген сөз. Бұл нені білдіреді? Бұл тұрақты сөз тіркесі, бұл жаңағы өтірік жылайтын, өтірік жанашып көрінетін, сондай эмоциясы искренне емес, эмоциясы шынайы емес адамды білдіреді. Крокодиловые слезы. Келесі, мамин фирменный салат всегда вкусный. Мамамның өзі ойлап, фирменный деген әр адамның өзінің ойлап шығарған заты. Мамамның өзі ойлап шығарған салаты әрқашан тәтті болады. Мамин дедік. Тағы не? Папина ручка, әкемнің қаламы деген тақырыптар. Жақсы, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Осы мен айтқан тақырыпты толықтай меңгергіңіз келсе, өзіңіз сөйлем құрап комментарийге қалдырыңыз, мен міндетті түрде тексеріп сізге жауабын айтамын. Өткенде айтқандай, қазір өзім оқуда жүргендіктен енді жиі YouTube-қа кіріп тексеруге уақытым жоқ, сабақ жазуға да уақыт аз болып кетті. Дегенмен де мен қолым қалт ете қалса, осы жерге келіп, сіздердің жазғандарыңызды тексеріп, сіздерге кері байланыс беруге тырысамын. Сонымен әдеттегідей сабақты достарымызға таратамыз, таныстарымызға таратамыз. Орысша үйренгісі келіп жүрген тегін сабақтар бұлардың бәрі. Және ұнап жаса пікір қалдыруды ұмытпаймыз. Былай немесе былай. Қандай өзіңіздің эмоцияңыз болды, соны білдіріңіз. Және келесі сабақта кездескенше аман сау болып тұрыңыз.